Армысыздар әлеуметтік желідегі көрермен. Бүгін Шаңырақ ұлттық орталығында арнайы сұхбат беруге келіп отырған құрметті қонағымыз Алтынсарин аудандық мәдениет үйінің өнерпазы, жас айтыскер, ақын, термеші, күйшілік өнерді де бойына сіңірген, өнерді серік еткен Серік болсын Әбікен бүгін бізде қонақта. Серік болсын, қош келдің. Шаңырақ өнер орталығы бұл енді өзіңе дейін де біраз өнерпаздар қарсы алып сұхбат жүргізген болатын. Ол жағын өзің көріп жүрсің әлеуметтік желіден, біздің парақшамыздан. Жалпы Серік болсын Әбікеннің туған өлкесі. Өйткені кейбір өзіміздің замандас өнерпаздарымыздан біреулердің қойған сұрағы бар. Оңтүстік өңірінен бе деп сұрақ қойған еді. Осыған байланысты осы бір сұрақтан бастағым келіп отыр. Туған өлке, туған жеріміз. Біріншіден ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға бүгінгі сәттілік болсын деп тілеймін. Әрине көп ойлап жататын шығар, оңтүстік өңірінен бе деп жоқ. Осы алтындан өлкенің баласымыз, елдің жетім баласымыз, Торғай деген елдің баласымыз. Туып өскен жерім Амангелді ауданы, Байғабыл ауылы, Байғабыл деген қозбас, сол жерде дүниеге келгенмін. Сол жақта білім алып, оқу, өнерге баулынып, кейін Арқалық қаласындағы музыкалық колледжде оқыдым. Мамандығыңыз? Мамандығым негізі аспаптық орындаушы. Домбырашы. Жақсы, ал енді Серік болсын Әбікен айтыскер ма, әлде термеші ма, күйші ма? Осыған жауап берші. Енді өзі адамда арман деген таусылмайды ғой негізі. Кішкентай кезімнен арман дедім ғой. Осы бір салаларда жүрсем, ұлт өнерінің қай бір саласы болмасын бір өзімнің жолымды салып кетсем деген сияқты. Енді жолым салып кеткенде қалай? Өзіме ұнайтын. Айтыскер, ақын болу бала кезінде осыны арманым. Ал күйші болу да ол арманымнан бір өзімнің балалық арманымнан пісіп тастамаймын. Енді күй тартуда менің арманым болды. Терме айтуда да термені енді үлкендер жақсы көретін болғасын, ата-анамыз жақсы көретін болғасын, біраз көнерөз қариялар жақсы көретін болғасын, оны сол кісілердің батасын алу үшін орындауға талпынатындығымыз, тырысатын болатынымыз. Мен жалпы негізгісі мен осындай бір күйшімін, не бір айтыскер ақынмын, не осындай бір термешімін деп те айта алмаймын. Бірақ белгілі бір деңгейдегі ұлттық өнерге болсын, ұлт өнеріне болсын, үлес қосып жүрген дейін бар. Осындай бір сол үшеуінің ішіндегі жанына жақын. Үшеуінің ішіндегі жанына жақын ән ғой, терме. Дәстүрлі ән дейсіз? Дәстүрлі ән орындаймын. Жақсы, тамаша. Енді жақында ғана үлкен бір айтыста жүлделі орынға ие болдыңыз. Амангелді ауданында өткен қателеспесем. Шын жүрген құттықтаймыз әрине. Жалпы енді сол жаңағы күйшілік болмаса жаңағы жалпы осы өнердің ортасына келуіңізге себеп болған. Болмаса отбасыңызда, ата-анаңыздан, болмаса басқа бауырларыңыз өнерге қатысы бар ма? Отбасыда біздің үйде ешкім өнерге қатысы жоқ деп айтамын. Өйткені бірақ енді үйдегі біздің әке-шешеміздің ішінен енді менің анам кішкене де болсын өнер түсті. Ақын кеңестерді айтып отырады, алып қалған, мысалы, әкем болсын. Әрине жаңаша ғой, бірақ өнерден алыстау. Қарындасым болсын, інім болсын, басқа салада қызмет атқарады, басқа салада оқиды. Өзің ғана отбасында? Өзім ғана шығар енді. Бірақ енді өнер маған айтып отырады, сол нағашыларымнан дарыған деп. Сол енді нағашылардан дарыған десең. Жалпы енді ұстазыңыз өзімнің ұстазым деп айта алатын. Менің ұстазым дейтін бала кездегі ұстазыңыз бар ма, әлде жалпы өнерге келуіңізге сол себеп болған және ұстаздық еткен? Өнер жолына келуге себепкер болған менде
жас кісілер ғой. Бірақ ұстаз деген ат та ол үлкен нәрсе ғой. Ол жай қолынан жетектеп бүйтіп шығара салған адам ол ұстазың бола алмайды. Десе де жетектеп болсын, бір талантыңызды танып шығарғаннан кейін оларға рахметіміз зор. Ал бірақ ұстаздық ету деген бөлек нәрсе. Менің ұстаздарым жалпы күй өнерінде болсын, күй өнерінен де сабақ алдым. Бірақ соның ішінде өзімнің ағайларым бар ғой, әділ деген ағайларым, және олар кәдімгідей жалғыз күй өнерінде емес, сахна мәдениетінде болсын, жалпы өнерге бағыт берген сол кісілерге айтамын. Жақсы. Қанша аспапта ойнайсың? Домбыра енді бітірген мамандығың? Домбыра, гитара, фортепиано, баян деп ойнап. Жалпы сол қырғыздың комузында ойнаймын. Жақсы. Ал енді айтыс, терме, күй, осыған арналған өзіңнің жеке-жеке аспаптарың бар ма әлде? Енді кәсіби тұрғыда күйші емессің ғой, былайша айтқан кезде. Менде қазір өзімде жеке аспап жоқ, домбыраның өзі де жоқ. Әркімнен сұрауы. Мәдениетіне алып жүрсіз? Мәдениетіне алып жүрмін. Бірақ енді алда өзімнің жоспарда жақсы бір домбыра. Күйге домбыра алып болсам, күйге әп-әдемі домбыра алып болсам, термеге де айтысқа тартып. Демек күйдің де домбырасын қолдануға бола ма? Күйдің де домбырасын термеге қолдансаң, айтысқа қолдансаң қандай тамаша. Жақсы. Жалпы айтысқа кім дайындады? Кім дайындайды? Қалай дайындаласың? Іздену жағы қалай? Айтысқа өзімнің дайындалу ретім ерекше ғой. Бүкіл ақын мысалға айтыс болады дегеннен бастап, дайындық басталды дегеннен бастап, ұйқы жоқ, тамақ ішпейді, ештеңе болмайды. Өзі айтысқа бір жерде қалып келгенде бәрі сөз өтесің ғой. Дайындық негізі ізденіс, әсіресе сол кішкене ақиқат, ұшқыр ойлы, басқа да өзге де бір дүниелерді табу, апару маған өте қызық болады. Мысалға ақындар айтып жатқан амандасудан гөрі сол жердің жергілікті жердің аурасы қандай болады, сол бағытта көбінесе сондайға мән беремін. Сол бағытта дайындалып барамын. Өйткені айтыста жалғыз сөз әрине бірінші кезекте, екіншіден халықпен жұмыс жасау, орындау керек. Мен сол жағын өзім өте қатты қолданамын. Әрине біздің сөзіміз кішкене ұйқас теру үшін сапасыз болып шығуы мүмкін. Батырхан Сағынтаевтардың қасында енді айтысып жүрміз ғой. Бірақ ол кісілердің сөздеріне қарап отырсаң кәдімгідей өте керемет қой. Ал біздің енді сөз құрай алмаймыз деген сөз емес. Арасында болады. Бізде әлі де тәжірибе керек. Жалпы айтысқа қанша жыл қатысып жүрсің? Айтыста 2016-та шыққан. 2016-та мен қатысып жүрмін. Төлепберген Шыңғыс деген группаласы бар, соның ең бірінші. Айтыста ертіп алып шықты, өзі айтып жатыр. Өзі айтысты ойнайды. Орнына өзіңіз жіберіп отыр. Орнына жіберіп. Жақсы, енді айтыс туралы болса да бастадық қой. Облыстық айтыс өткіздіңіздер. Алтынсарин ауданы мәдениет үйінде өткен болатын. Ол айтыстың тақырыбы отбасы күніне арналды. Айтыстың ұйымдастырушысы, идея авторы жалпы өзіңіз ғой. Қалай өтті? Қандай деңгейде өтті? Ол айтыс кімдер қатысты? Ол айтысқа осы Торғайдың өңірінде ақындықты отбасымен, ақындық өнер отбасына дарыған сол таңдаулы деген 4 жұп қатысты. Жұмай Істілеу, Балтазар Істілеу, және Салтанат апайымыз өзелі Қостанайға беріліп тұрған. Қостанай емес, Қазақстанға танымал Нұрсұлтан Қасым және оның баласы. Өзіміздің жергілікті Алтынсарин ауданынан Серік Алпысов, Әбдірахман Алпысов деген ағаларымыздың керемет ақын екенін көрдік. Анау Перовмен Сұрана Шашубай деген сияқты. Нағыз шолдың адамдар екенін көрдік.
бір рең берді, өң берді сол жобаға. Одан кейін Тоба мен Жібек, енді Тобаның да Жібектің де жалпы айтыс өнерінде болсын, қазіргі айтыс өнерінде болсын, олардың орны ерекше, ой пікірі орын алады. Сондай жақсы ақындар келгеннен кейін, дайындығы жақсы болғаннан кейін ол айтыстың деңгейі де өте жоғары деңгейде. Мен өз басым ол айтысқа әрине көрерменнің беретін бағасы бөлек. Әрине ұйымдастыру жағынан біздің алған ләззатымыз да, әсеріміз де ерекше. Сондықтан бұл жобаны енді әлде болсын қолға алып, жақсы бір басқамен халық шығармашылық орталығының қолдауымен ол жаңағы отбасылық айтысқа біздің Дамир Ертаев Алқаевтың келді, қолдау көрсетті, халық шығармашылық орталығы. Осы жерді пайдаланып айтып қояйын. Енді алдыда жалғасын табады. Күзде осы жоспарда бар. Күзде тағы да болып қалуы мүмкін. Бұл жолы енді кең көлемде өткен ақындар бізде жалғыз 4 жұппан емес, өте көп. Мысалын келтіретін болсақ, Алымберек Кенжеғозин мен Залиха Кенжеғозина кісілер бар, ағайынды, ағалық ақындыз. Тағы да бір жұптарымыз алып қойды. Қостанайда жүрген Марғұн Оспановтың ағасы бар, Дінәсін екеуі де айтса, оны көріп жүрсіздер. Ағасы мен інілері бар. Жалпы көп қой. Жақсы, енді сіз де айтсыз, сәттілік тілейміз. Ол айтыстың кез келген адам қара сөздің басын құрап айтса береді ғой. Бірақ енді айтыстың деңгейі бар дегендей, айтыстың өзінің бір ұстанымы, өзінің бір жаңа асханасы бар. Оны да біреу түсінеді, біреу түсінбейді дегенмен алдағы бір үлкен сол жасалып тұрған жоспарымызға, жобамызға сәттілік тілейміз. Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарыңыз бар? Бұл енді отбасылық айтыс жоба, өзіңіздің жаңағы біздің Қазақстанда бұл айтыс өтті ме өтпеді ме білмеймін, бірақ біздің Қостанайда бірінші жерде өтті. Айтыс өтті 2019 басылық айтыс. Жалпы тағы да басқа мүмкін күйшілерге, мүмкін бір мәдениет жұмыс жасап жатсыз ғой. Өзіңіздің сол мәдениет үйімен бірігіп, сол мәдениет үйінің ішінде ұйымдастырып жатқан қандай жұмыстарыңыз, алдағы жоспары? Жалпы мәдениет үйі мүмкіндік береді. Тың идеяларды қолға алып ұйымдастыру жағынан. Мен өзім ойлаймын, жалпы Алтынсарин ауданында әншілер болсын, басқа да майталмандар болсын, өте керемет, өз жұмысын керемет атқарады. Бірақ мен байқағаным барлығы бір сағатында өте зажигательный дейді, сондай әндер көп шығады, көп айтылады. Ал қазір нағыз ол жақта қазақтар бар, біздің өңіріміз лирикаға, этникалық өнерге өте ұмтылады. Сол жағын кішкене қолға алып жүрсек, мынау енді айтыста енді біздің дәстүрлі өнеріміз ғой, оны да қолға алып осы өткен ұйымдастырып жүрсек. Қалай мысалы Алтынсаринде айтыс өтпеген енді. Айтыс өткеннен бөлек отбасылық айтыс деген бірінші рет көрді, ол өте керемет көңіл күй сыйлады. Сол көрермендер жаңағындай шапалағып мәз болып кеткеннен өзіміз қарақтан бір рахаттандық. Енді ұлттық өнер жағынан айтып тұрсыз осында журналда. Әлде қалай түсінуге болады? Ұлттық өнер жағы асып тұр ма олар? Ұлттық өнер жағы жоқ, рухани мерекелер. Рухани мерекелер, рухани іс-шаралар. Енді бір мүмкіндік болса поэзиялық кештер ұйымдастырып, лирикалық кештер ұйымдастырып өткен халық енді қазір кәдімгідей қалай айтса болады екен андай зажигательный өлеңдер естіп әбден не болып қалған ғой. Ал лирика деген, поэзия деген адамға еркіндік береді. Сол жағында бір өзіміз ұйымдастырып қолға. Енді елімізде жаңа Қазақстан жаңа бағыт алып жатыр ғой. Иә. Сіздің әңгімеңізге қарағанда алдағы осы жоспарыңызда бір жаңа Қазақстанға жаңашылдық әкелетін сияқтысыз. Иә. Жаңа лирикалық кештер, жаңа бір ұлттық нақыштағы іс-шараларды Серікбосынның алдағы уақытта жоспарынан көреміз, жаңа Қазақстанға қосып жатқан үлесі деп ойлаймын. Сондықтан сәттілік тілейміз. Енді өзіңді
айтысқаныңды өз басым көрген жоқпын. Күй тартып, бір домбыра алып күй тартып отқанын тағы көрген жоқпын өз басым. Шын айтқан кезде. Бірақ мен серік болсын осы біздің облыстың атынан Түркістан қаласы Қазығұрт ауданында өткен үлкен термешілер байқауына республикалық деңгейде қатысып өнер көрсетіп келгенін өз көзіммен көрдім және бірге жетекші болып барып келдім. Сондықтан осы орайда термеші ретінде, орындаушы ретінде бір жақсы термеш сұрасам. Түркістан қаласында өткен республикалық термешілер байқауында орындаған деген термелердің бірінен халыққа тарту етсеңіз болады. Сол Түркістан қаласында ерекше орындаған термелері Майдақожаның термесі аталған тағы соны орындап берген. Қажетіңе жараған қабағыңа қараған жыласаң көңлі жүдігін қуансаң тасып үдігін аман болса екен деп Алладан мәдет сұраған иығына міндірген 62 тамырын о бастан Алла идірген қарны ашып қалдауды алдыңа табар үйдірген анаңның қылған қамқоры табылмас мынау дүниедің опасыз жалған дүнияда анаң бір өлмес болсайшы анасы кетіп қасіретін балдары тартпас болсайшы тоғыз ай 10 күн көтерген еңбегімен етілген бір сен үшін қиналып мехнат тартқан төтеннен жыласаң шошып оянған мұздайды бесік таянған қараңғыда жыласаң айнымай білген даусыңнан жас нәресте күніңді хабардар болған сыртыңнан мейіріміңді қандырған мейірбан бар манада опасыз жалған дүнияда анаң бір өлмес болсайшы анасы кетіп қасіретін балдары тартпас болсайшы ағайының бар жерде басыңда тұрар арбағын ағайының жоқ жерде қайнаулы кетер бармағың қабырға сүйер жұртым ажал бір келмес болсайшы осыншама алғанда қара жер қойның тойсайшы Тамаша, көп рахмет айтамыз. Тағы бір сұрақтың осы жерде орайы келіп тұрған сияқты. Жалпы сіз үшін жетістік деген не? Енді жетістікті қалай түсінесіз? Жетістік деген Енді өнерде жүрген адам әртүрлі түсінуі мүмкін ғой. жетістікті әрине жеке бастың несі деп алмау керек. Жетістік деген іште бәрі кетеді ғой. Өнердегі ең үлкен жетістігіңіз
Сіз үшін өнердегі ең үлкен жетістігім халықтың алдында өнер көрсеткен. Халық мені танып, халық сол бір өнерімнен бір ләззат ала білгені сол мен үшін үлкен жетістік. Ал мен үшін жаңағы мақтау, қағаз алу, диплом алу бұл жай ғана бір құрал есебінде ғана қараймын. Ал жетістік деген ол халықтың алдына шығып, өнерімді көрсетіп, халыққа бере алатын нәрсе көп. Ал қазіргі өнерпаздардың арасында біз халыққа, халық қалап тұрған нәрсені ғана бөлеміз, халыққа керек нәрсені біз бере алмаймыз. енді диплом, қағаз деп жатсыз. Терме, күй, айтысқа бәріне қатысып жүрсіз. Соның ішіндегі ең үлкен ерекше атап айтатын жүлдеңіз мен үшін міне мынау ең үлкен жүлде болып таныласыз. Мен үшін ең үлкен жүлде. Менің жылы 2019 жылы Арқалық қаласында айтысқаным есімде. Сол уақытта ол кезде бірақ бас жүлде алған жоқпын. Қатысқан үшін марапат алдым, бірақ сол бір марапат мен үшін ерекше. Ең алғашқы айтыс? Ең алғашқы айтыс. Арқалық қаласы. Арқалық қаласында ең алғашқы айтысым сол бір мақтау қағаз. Осы күнге жетіп жатқан жетістігіме бір бастау ретінде Өнерге жол ашты дейсіз. сол өте жақсы көрінді. Ал енді былай да кеше де бірінші орын алып жүрміз, басқа да бір орындарды алып жүрміз. Бірақ сол бір бастау ретінде, алғашқы әріптестер ретінде сол Қаншама алған жүлделерім қатысқан үшін алған мақтау қағазына жетпейді дейсің ғой. Өйткені ол жол ашып берген. жол ашып Тамаша. Елге, халыққа деген бір ауыз тілегіңізбен сұхбатыңызды үзіндіре кетсек. Халыққа деген тілегімді айтатын болсам, әрине бүкіл бізді көріп отырған көрермендер аман болсын. Бастысы жалпы өзіміздің Қостанай өңіріндегі өнерпаздардың барлығы да ең жоғары биіктегі көріне берсін, барлығына тілекшімін, барлығына өте құрметпен қараймын. Еңкейген баласынан еңбектеген қариясына дейін өнерге баулып өсірген қазақпын ғой, сондықтан барлықтарына амандық тілеймін. Тек қана жақсылықта, жақсы күндерден жолығайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Рахмет, көп рахмет. Бүгін енді арнайы уақыт бөліп, келіп, сұхбат беріп, өзіңіздің ойыңызбен шығармашылықпен бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жоспарыңызға, алдағы қызметіңізге абырой және сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде құрметті қонағымыз болған шаңырақтағы кезек сұхбатын жалғастырған Алтынсарин ауданының мәдениет үйінің өнерпазы, айтыскер, жас ақын, термеші, күйші, жазба ақын, талантты өнерпаз, өнерді серік еткен Серік болсын Әбікен сіздермен бірге сұхбатта болды. Алғыс білдіреміз. Біз енді қоштаспаймыз. Қыркүйек айына дейін сіздермен әзірге өнерпаздардың, өнер саласындағы мәдениетке қызметкерлердің еңбек демалысына шығуына байланысты қыркүйек айына дейін әзірге сұхбатымызды тоқтататын боламыз. Аман сау болыңыздар.